Қалайсыздар достар, бүгін сіздермен осындай қытырлақ болып шығатын вафлин рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, барлық қажетті ингредиенттерді описанияға жазып қойдым. Бөлме температурасындағы сары майымызға шекерімізді 2 бөлікке бөліп салып, миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болған соң, енді жұмыртқамызды жарып, оны да миксермен араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды електен өткізіп, тағы да араластыратын боламыз. Бізде қытырлақ вафлимізге ешқандай қопсытқыштың қажеті жоқ, бірақ өте дәмді болып шығады. Араластырып болып қалдық. Бізде қатты сұйық емес, қою да емес масса шығады. Ендігі кезекте қызып тұрған вафельницамызға бір қасықтан салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей бізде вафлиміз дайын, енді оны домалақтап ораймыз. Өте қытырлақ әрі дәмді вафли шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын.